Мінекей аз ғана уақыттан кейін алдарыңызға оралып отырмыз, қымбатты көрермендер. Жалпы қысқа дайындық қалай? Бүгінгі біздің бағдарламамыздың жалпы тақырыпты осы төңіректе қозғап отырмыз, және сізге жолдаған сауалымыз да осындай болатын. Ал біздің сауалға жауап беріп, жалпы пікір алмасып отырсаңыз, 222-333 нөмірі мархабат, және келген қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса да хабарласуға болады. Ал қонақ демекші, мен бүгінгі студиямызға келген тағы бір мейманымызбен таныстырып өтейін. Ернар Қалауов бүгінгі тұрғын үй коммуналды шаруашылығының сектор меңгерушісі қонақта. Сондықтан дәл осы төңіректе көпшілікті мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса да 222-333 нөмірі қызмет көрсетеді. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Жалпы енді мен байқап отырмын, Ернар мырзаның көңіл-күйі өте тамаша. Яғни біздер биыл қысқа жақсы дайындықпен келдік, е? Биыл қысқа жақсы дайындықпен келдік. 16 қазаннан бастап қысқы жол мезгілін күтіп ұстау жолдары жұмыстары басталды. Биыл қысқы кезеңде жолды күтіп ұстауға 16-15 мердігер мекемеміз бар. Қар жауған жағдайда қалаға 260 дана техника жұмылдырылады. 20-ға жуық жұмысшылар бригадасы жұмылдырылады. Онымен бөлек қазір 260 дана техникамыздың ішінен 41 МТЗ щеткасы бар, 25 автогрейдеріміз бар, тағы 35 қар тиегіш тракторлеріміз бар, және қар шығаратын самосвалдарымыз бәрі сақадай сай дайынбыз. Жалпы бұл техника былтырғымен салыстырғанда қаншалықты жаңа және қанша есе көп? Биылғы жылға қарағанда осы жылы қалалық бюджеттің бөлінуінен 60 дана техника сатып алынды. Биылдыққа соның ішінде айта кететініміз 15 шағын тракторымыз бар. Басқарушы компаниялардың жұмысын жеңілдету ретінде жаяу жүргінші жолдарын тазартуға әдейі шағын тракторлар алдырды. Қазір енді сол көктайғақтың алдын алу сол ретінде және қар тиегіште арнайы техникалар алдық. Соған айтқанда 60 дана техника алып, биыл 320 техника болып шықты полностью жағынан. Несінен жаңартылғандығына. Түсінікті. Жалпы Ақтөбеде өзге өңірлерге қарағанда қар қалың жауады деп жатамыз. Осыған орай жаңағыдай өздеріңіз айтқан құм төсейсіздер, жолдарға, кәдімгі көлік жолдарына тұз себіледі. Осы орайда тұз туралы көп мәселе қозғалады. Тұз жаңағы көліктің яғни дөңгелектеріне зиян деп жатады. Осы төңіректе биыл негізгі жоспарда тұз ба, құм ба, әлде барлығы бірдей деңгейде себіле ме? 2016 жылдан бастап қазір көктайғаққа қарсы жолға тұз бен құм қосындысы шашылып жатыр. Олардың құрамында 70% құм, 30% тұз қосындысы бар. Соны араластырып көктайғаққа қарсы осы тұз бен құм араласқан қосындысын сеуіп жатыр. Одан да бөлек қатты аяз болған жағдайда құм мен тұз қосындысы көктайғақтың ала алмайды. Соған әдейі бешавит дейтін химреагент бар. Сол химреагент себіледі. Ол қоғамдық көліктер жүретін жер, жаяу жүргінші жолдарына себіледі. Халықтың жағдайын ойлап. Ол жалпы біз көпшіліктің көзіне бұл жаңа айтқан себетін нәрсе көп байқалмайды, е? Ол қаншалықты зиян жалпы, бұл неден жасалады? Ол көпшілікке таңғы сағат 5-те біздің арнайы техникамыз шығып жолдарды сеуіп өтеді. Сағат 6:30-да 6-да қоғамдық көлік жүруінің алдынан өтіп, көктайғақты болдырмауынан. Бұл құм тұз қоспасы бүкіл экологиялық сараптамаларынан өткен. Ауаға ұшқан кезде зияны жоқ. Ол барлығы ескертілген. Барлығы ескертілген. Мінекей, жұрт шұрт ұйқыда жатқанда дәл осы кісілер қызметке кірісіп те кетеді екен. Біле жүріңіздер. Сонымен қатар енді қар деп жатамыз ғой. Қыстың сәні қар, алайда қар көктем келісімен тіпті апат көзіне де айналуы мүмкін. Яғни су алу қаупі бар. Сондықтан да қаладағы қарлар шығарыла ма? Қаншалықты шығарылады? Қаладағы қарлар шығарылады. Су тасқыны, бізде су тасқынын алдын алу шаралары өтеді. Содан бізге суға кететін аумақтарымыз бар. Мәскеу ауданы, ГМЗ ауданы, Қормыш аудандары дейміз. Осы қаңтар айының аяғынан бастап суға кететін көшелердің бүкіл қарлары шығарылады. Мәскеу ауданынан бастап. Сол қар шығаратын біздің екі қала бойынша
белгіленген жеріміз бар. Бірінші жеріміз ол қалалық қоқыс полигонының жанында орнатылған. Екінші қар төгетін жеріміз Ақжар ауданындағы Қазмұнайгаз автобекетінің жанындағы үлкен шұңқырда. Бүкіл халық өз қарын сол жерлерге апарып шығаруына болады. Жалпы, сіз жаңа қаланың ортасындағы суға кететін аймақтарды айттыңыз, иә? Ал жалпы Жаңақоңыз мысалы ауданы новый дейді ғой. Ол жақта жағдай қалай болады? Қар қалың түссе, ол жақта тіпті ол ауданнан шығудың өзі қиынға соғады. Бізде қазір қала аумағында 3,8 миллион шаршы метр жағы тазартатын жеріміз бар. Ол 200-ге жуық көшені тазартамыз. Және 5 ауылдық округымыз бар. Сол ауылдық округтерге бірінші кезеңнен қоғамдық жүретін көліктерді жолдарды тазартамыз. Одан бөлек екінші деңгейлі көшелердің бәрін тазартып, қар тазартылады. Биыл ондай қатты мәселе көтерілмеуі мүмкін, иә? Биыл ондай қатты мәселе көтерілмеуі мүмкін. Көтерілмейді. Бүкіл ауылдық округтер тазартылуда қары. Ернар мырза, ендеше әңгімемізді қазір сәлден соң үзе тұрайық. Өйткені қазір құрметті көрермендер, сәл ғана жарнамадан соң сізбенен біз жүздесетін боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қысқа дайынсыз ба деген тақырып төңірегінде әңгіме қозғап жатырмыз. Ернар Қалауов мырза, яғни тұрғын үй коммуналды шаруашылығының сектор меңгерушісі студиямызда қонақта екенін естеріңізге салайық. Ернар мырза, әңгімемізді әрмен қарай жалғастыра отырсақ, енді қыста әсіресе жер үйлер деп жатамыз ғой, солардың ауласынан қарын шығару басты мәселе болып жатады. Яғни көптеп жауған қарды ашып ауланың алдына жиып қойып жатады. Осы орайда сіздер осы қарларды алып кетесіздер ме, немесе оның өзіндік бір ережелері бар ма? Өзінің ережелері бар. Өзіне тиісті аумақтан жол жиегіне 5 метрге шейін ол жеке тұрғынның жері болып есептеледі. Сол жерге қарын үйіп қояды. Біз қараймыз, су тасқынына байланысты суға кететін аймақ болса, біз су тасқынының несімен қарын шығарып. Яғни суға кететін аймақ болса ғана да, және осы жерін өйткені көпшілігі қазір біздің әңгімемізді естіп алып, біздің ауласының алдына қар шығарып қойып, қашан алып кетеді екен деп күтіп отыруы да мүмкін. Осы орайда, яғни құрметті көрермендер, әркімнің өзінің ауласынан жолға дейінгі 5 метр аумақтың қарын тазалау сізге міндеттеледі. Ал оны алып кету әрине дәл осы мекеменің құзырында. Жалпы енді қазіргі заманда ғаламторсыз, жалпы әлеуметтік желісіз елестету мүмкін емес, иә? Қазір неше түрлі аккаунттар бар, хабарласу, қазір шыны керек, үйдің телефоны қалды ғой, қазір үйге телефон шырылдаса аң-таң боласың. Дегенмен сіздің жұмыста, мысалы, әлеуметтік желілердің жұмысы қалай жүріп жатыр? Барсыздар ма әлеуметтік желіде? Әлде оған әлі келген жоқпыз ба? Жоқ, қазір біз әлеуметтік желіде бармыз, Инстаграмда бармыз. Жеке аккаунтымыз бар Инстаграмда. Оған сіздер және қала тұрғындары өздерінің ұсыныстарын, біз байқамай еңгермей қалған жердегі жұмыстар болса, соны салып, соған қарап, біз тиісті шара қолданып, жіберген ұсыныстарын, өтініштерін орындауға тырысамыз. Қалай аталады сіздің аккаунт? ЖКХ 08. ЖКХ 08. Қалалық тұрғын үй шаруашылығы деп Инстаграмға терсеңіз, біздің аккаунтымыз шығады. Әріптестеріміз отырады, түскен ұсыныс шағымдар сол бойы орындалады. Енді мен білсем, әр өңірдің әр өзіндік нөмірі бойынша, енді барлығы бірдей ме? Яғни ЖКХ 01, 02. Жоқ, Ақтөбе қалалық тұрғын үй шаруашылығы деп терсеңіз. Жалпы бір ғана аккаунт, баршаға ортақ. Түсінікті. Жалпы біз жаңа айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желі деп. Ал шын мәнінде осы әлеуметтік желіні пайдаланатын, сізге ұсыныстар жіберетін тұрғындар бар ма? Әлде келген жоқпыз ба оған? Ұсыныстар жіберетін тұрғындар да бар. Негатив, әлде позитив те бар ма? Негатив те бар, позитив те бар. Жағына көп желі қолданушылар енді сұрақты, осы мысалы ЖКХ-ның бөліміне құзыретіне кіретін сұрақты да қояды. Кейбір кезде білместіктен шатысып та басқа сұрақтар да қойып отқан жағдайлар болады. Көбінесе тұрмыстық жағдайдағы болатын сұрақтарды қояды. Енді орындалып жатыр. Хабарласқан адамдардың бәрі өтініштерін қарап, өтініштері орындалып жатыр. Қандай қарамай қалған жағдайлар жоқ.
бәрі жақсы, позитив негізі. Осы орайда енді қыстың сәні сырғанақ деп айтып жатамыз ғой. Дәл осы сырғанақ, яғни қаладағы мұз айдындарының жұмысы енді сіздерге де тікелей байланысты ғой. Осы орайда айтып өтсеңіздер. Қазір қалада 31 басқарушы компаниясы бар. Бұрынғы жыл 2016 жылы, 2017 жылы да осы басқарушы компаниялар өз аумақтарында сырғанақ каток жасады, конькимен тебетін. Биыл да жоспарланып отыр, осы 16 желтоқсанға дейін мұз айдынын салу әр территориясында. Ол мұз айдынын салған кезде басында жылыту вагончигі бар, жеке тұрған адамдар келіп, өз конькимен келіп сырғанаса, ол мұз айдыны тегін, және де жалға алуға да болады басынан. Сондай басқарушы компаниялардың аумақтарынан мұз айдыны салынады. Бұрынғыдай жеке кәсіпкерлер ғана емес, енді қазір әр аумақта, яғни бұл деген қарап отырсаңыздар өте бір қолайлы. Өйткені байқасақ соңғы жылдар әр ауданға, яғни сіздер басқарушы мекемелер әр өңірге қарайсыздар ғой. Футбол стадиондары бар, ойын алаңдары бар. Енді мінекей мұз айдындары ашылып жатыр. Папа, биылғы мен бүгін статистика туралы көп айтып кеттім ғой. Дегенмен мұз айдыны қанша есе көп? Өткен жылмен салыстырғанда. Өткен жылдан салыстырғанда енді 2-3 есе көп қой. 20 шақты мұз айдыны салайын деп жатыр қала аумағына. Одан да бөлек, жеке кәсіпкерлердің салып жатқан мұз айдындары бар қала бойынша. Тек басқарушы компаниялар қарамағынан. Осы басқарушы компаниялардың дәл енді салынайын деп жатырғаны. Ал осы уақытқа дейін жұмысын бастап кеткендері бар ма? Енді басталайын деп. Енді басталады. Ауа райының қолайлығына байланысты қаржы жоқ. Яғни бұйырса тәуелсіздік күніне дейін бірнеше мұз айдындары жұмыстарын бастап кетуі мүмкін. Бұйырса басталады. Ой, міндетті түрде сырғанаққа баруға болады. Іштеріңізге сәттілік тілейміз. Дәл осылай бастаған істеріңіз, қолға алған істеріңіз, жоспарлаған істеріңіз тек қана халықтың игілігіне бола берсін деген ізгі тілегіміз бар. Халық үшін жұмыс жасайтын жандар әрине халықтың қашанда назарында, сонымен қатар сынымен алғысына қатар ілігіп жүретін жансыздар. Осы орайда салыстырмалы түрде алғысы көбірек болсын деген тілегіміз бар. Ернар мырза, сізге және де сіздің ұжымыңызға. Сәттілік сізге. Келгеніңізге бізге осылай қонаққа жиі келіп тұрыңыз. Өйткені Ернар мырзадан бір жақсы энергетика көзге түсіп тұр. Осылай әрқашан күліп жүріңіз. Жиі келіп қана қоймай, дәл осылай халықты, көрерменді, бізді қуантатын осылай жақсы жаңалықтарыңызбен көбірек келіңіз деген тілегіміз бар. Күніңіз сәттілікке толы болсын. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз, өйткені қазір сәл үзілістен соң міндетті түрде жүздесетін боламыз. 222-333 нөміріне хабарласып, бүгінгі тақырып аясында әңгіме қозғасаңыз да болады. Ал шыны керек, әңгіме қозғасаңыздар болады, өйткені біздің сыйлықтарымыз бар. Өте көп. Сондықтан осы сыйлықтарды алғыңыз келсе, міндетті түрде 222-333 нөміріне хабарласаңыз.